Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен миндальды алмалы бәліш рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге ұн, май, жұмыртқаның сарысы, су және тұз қажет болады. Осы заттарды қолдана отырып біз қамырды жасап аламыз. Осылай видеода көрсетілгенде майды осы үнмен осылай жасап, қамырымыз жасап алғаннан кейін 2 жұмыртқа мен тұзды салып, суымызды құйып, қамырды илеп күлше етеміз. 30 минутқа холодильникке қалдырамыз. Пеленкаға орап, пешевая пеленкаға. Енді біз миндальды кремді жасауға кірісеміз. Миндальды кремді жасау үшін бізге еріп тұрған май, жұмыртқаның ағы және қант. Миндальды мен, яғни жаңғақты блендердің көмегімен осылай майдалап етіп алдым. Майымды құйып, жұмыртқаның ағын құйып, қантты салып, осылай жақсылап венчиктің көмегімен араластырып бір тегіс масса етіп жасап алдым. Мен 4 алма қолдандым, 2 қызыл, 2 сары, өздеріңіз қалауларыңызша қолдана бересіздер. Осы бәрі дайын болды. Алмам, тестам, бәрі миндальды кремім дайын болғаннан кейін қамырды жақсылап жайып аламыз. Өте қалың емес, өте жұқа емес, средний қылып қалыптарыңызға қарай ыңғайластырып аласыздар. Осылай шет-шетін жасадым да миндальды кремімді салып, тегістеп бір қалыпты етіп алдым. Міне, видеодағыдай менің каналыма тіркеліп, жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар, достар. Жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Осылай алмамды қызылды сарылы етіп жайғастырып алдым. Сіздер дөңгелек қалыпты немесе сопақ, жүрекше өз қалауларыңызша қолдансаңыздар болады. Тура осылай етіп жайғастырып, қызып тұрған пешке 180 градусқа салып пісіреміз. Пирогымыз дайын болды, алмалы бәлішіміз. Ал ас болсын, достар, жасап көріңіздер. Оңай әрі өте дәмді рецепттермен бөлісіп отырамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.